Құрметті достар, колледжде оқитын таныстарыңыз бар ма? Тегін оқиме екен, соны бір сұрап көре салсаңыз. Себебі қазіргі таңда Қазақстанда колледжде оқитын студенттердің 70%-тен астамы тегін оқиды екен. Иә, дұрыс естідіңіз, тегін. Күшті жаңалық қой, бірақ қаншалықты шындыққа жанасады екен. Бірге талқылайық. Иә, шынымен де Қазақстанда 5 колледж студентінің 3-еуі тегін оқиды. Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрлігінің мәліметінше бүгінде елімізде 741 колледжде 525 мыңнан астам студент білім алып жатыр. Олардың 70%-ке жуығы тегін оқиды. Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары Тамара Дүйсенованың айтуынша жұмысшы мамандықтарға сұраныс көп. Яғни күнделікті өзімізге керек машина жасау, электрик, сварщик, аспаз, тігінші сияқты мамандықтарға сұраныс өте көп. Біз қарапайым деп менсінбей жүрген мамандықтар тегін оқытылып жатыр. Енді тек соны игеріп, іске жарату ғана қалған екен. Қазақстанда колледждерде тегін оқытып жатқаны қаншалықты дұрыс, қадірін білмей кетпейміз бе? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз, видеоны бөлісіп каналға тіркеліңіз. Шындыққа сіздің де таласыңыз бар.